Сәлеметсіздер ме? Бүгін өтетін сабағымыздың тақырыбы р дыбыстарының айтылу бұзылыстары және түзету тәсілдері, ротацизм және оның түрлері. Сабақтың жоспары: р дыбысының айтылу бұзылыстары және түзету тәсілдері, ротацизм және оның түрлері, р дыбысын қою кезеңдері, артикуляциялық жаттығулар. Р дыбыстарының артикуляциялық ерекшеліктері: р дыбысы тіл дыбыстарының ішіндегі артикуляциясы ең күрделі дыбыс болып саналады. Ол тіл ұшының альвеоларға бірнеше рет дірілдей соғылуы арқылы жасалатын үнді, діріл, дауыссыз дыбыс. Ол үн мен салдырдың қатысуынан жасалады. Ротацизм р дыбыстарының айтылуындағы бұзылыстарды сипаттайтын логопедиялық термин. Бұл бұзылыс логопедияда ең жиі кездесетін артикуляциялық бұзылыстардың бірі. Ротацизм кезінде р дыбысы мынадай жағдайларда көрінеді. Мүлдем айтылмауы мүмкін, сөз арасында басқа дыбыспен алмастырылуы мүмкін, бұрмаланып дефектпен айтылуы мүмкін, дыбыстың акустикалық немесе артикуляциялық сапасы өзгереді. Ротацизмнің түрлері. Ротацизм мынадай түрлерге бөлінеді. Бірінші, жалған ротацизм. Баланың артикуляциялық аппараты толық дамымаған, бірақ органикалық бұзылыстар жоқ, оңай түзетіледі. Екінші, шынайы немесе органикалық ротацизм. Тіл ұшының әлсіздігі, қысқалығы немесе анатомиялық ерекшелік салдарынан пайда болады. Келесі, параротацизм. Р дыбысының басқа дыбыспен жүйелі түрде алмастырылуы. Келесі, бұрмаланған ротацизм. Дыбыс дұрыс емес, бірақ оған ұқсас үнмен шығарылады. Келесі, латеральды ротацизм. Ауа тілдің бүйірінен шығады. Келесі, назальды ротацизм. Дыбыс мұрын жолымен бұрмаланып айтылады. Р дыбысының бұзылу себептері: тіл ұшының әлсіздігі немесе қысқалығы, тіл асты желбезегінің қысқа болуынан, тіс пен жақтың дұрыс орналаспауынан, тістің дұрыс шықпауы, жақтың тар болуы, жүйке бұлшықет үйлесімінің бұзылуынан пайда болады, яғни дизартрия белгілері. Дыбыстық есту бұзылыстары, яғни фонематикалық естудің дұрыс дамымауы, баланың тілдік ортада дұрыс үлгі көрмеуі, екі немесе көп тілді ортада өсу. Міне осындай мәселелер р дыбысының бұзылуына алып келеді. Ротацизмді түзету жұмыстарының кезеңдері мынадай кезеңдерден тұрады. Бірінші, артикуляциялық аппаратты дайындау, тіл мен ерін жаттығулары. Екінші, тіл үшін күшейту жаттығулары. Үшіншіден, р дыбысының механикалық жолмен пайда болуы, яғни қолмен вибрация тудыру. Келесі, төртінші, дыбысты жеке айтуға дағдыландыру. Буындар мен сөздерде қолдану, сөйлем мен еркін сөйлеуде автоматтандыру. Келесі, р дыбысын ұқсас дыбыстардан, яғни л, д, и дыбыстарынан ажырату. Р дыбысы көбінесе осы дыбыстармен алмастырылады, сондықтан осы дыбыстардан ажыратуға үйрету қажет. Келесі, түзету тәсілдері мен жаттығулар. Біріншіден, артикуляциялық жаттығулар. Онда сағат тілі, тіл ұшы оңға солға қозғалады, сағат тілі секілді. Келесі, жылан, тілді ұзарту, сыртқа шығару. Келесі, мотор, тіл ұшының діріліне еліктеу. Келесі, барабан, тіл ұшымен альвеоларға соғу, барабан секілді. Міне осындай жаттығулар артикуляциялық жаттығулар деп аталады. Келесі, р дыбысын тудыру жолдары. Бірінші, механикалық әдіс. Механикалық әдіс деген қолмен дұрыстап қою. Тіл үшін шпательмен немесе зондпен қозғап дірілге келтіру. Келесі, акустикалық әдіс. Балаға д деп жылдам айту арқылы тіл ұшында діріл тудыру. Келесі, фонетикалық тәсіл. Р дыбысы бар сөздерді қайталау. Мысалы, рама, рет, рахмет, ара, қара деген секілді сөздерді айтқызу арқылы фонематикалық тәсілмен
дыбыстарды р дыбысын айтқызамыз. Түзету жұмыстарына арналған жаттығулар үлгілері. Қай дыбыс жоқ? Мұғалім бірнеше сөздерді балаға айтады. Бала сол қатарда қандай дыбыс жоқ екенін табуы қажет. Келесі, ұқсас дыбыстарды тап, екі суретті салыстыру арқылы сөздердегі дыбыстарды салыстыру. Мысалы, тас, бас деген секілді сөздерді алып, ұқсас дыбыстарды салыстырады бала. Келесі, сөз ойла. Мұғалім белгілі бір дыбысты айтады. Бала сол дыбыстан басталатын сөздерді табу керек. Мәселен, р дыбысын айтқан кезде, сол р дыбысынан басталатын бала бірнеше сөздерді айтуы керек. Келесі, артикуляциялық гимнастика. Ол тіл мен ерінге арналған жаттығулар. Тіл мен ерінге арналған жаттығулар өте көп. Соның ішінде, мәселен, ат шауып келеді, тәтті тосап, сағат тілі, жел, түтікше секілді бірнеше жаттығуларды жасап, тілдің қызметін арттыруға болады. Буындық және сөздік жаттығулар. Мұнда буындық жаттығуларда р дыбысын жаттықтыру үшін р дыбысынан келетін бірнеше буындарды айтқызамыз балаға. Рару, ру, ару, ыр, рама, арба, орамал деген секілді. Мұнда бұл буындарда біріншіден сол р дыбысынан басталатын буындарды бірінші айтады бала. Екіншіден р дыбысы сөздің соңында келетін, буынның соңында тұратын буындарды айтқызады, ар, ыр деген секілді. Содан соң сол р дыбысынан басталатын сөздерді, сөздің арасында келетін сөздер және р дыбысы сөздің соңына келетін сөздерді айтқыза отырып, осындай буындық және сөздік жаттығулар жасатамыз. Р дыбысы басында, ортасында және соңында орналасқан сөздермен жұмыс жасау. Дыбысты автоматтандыру, автоматизация дейміз. Онда ойын түрінде сөйлем құрату, жұмбақ шешу, р дыбысы бар тақпақтар жаттау. Балаға осындай тапсырмалар берілу қажет. Келесі, ротацизм балалар арасында жиі кездесетін сөйлеу бұзылыстарының бірі. Ол баланың қарым-қатынас жасау қабілетіне, оқу процесіне және психологиялық жай-күйіне кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан бұл бұзылысты ерте анықтап, жүйелі және кезеңмен түзету өте маңызды. Тілшінің икемділігі мен бұлшықет белсенділігін дамытуға бағытталған жаттығулар арқылы р дыбысын қалпына келтіруге болады. Ең бастысы, әр баланың жеке ерекшелігін ескере отырып, логопедиялық жұмысты жүйелі түрде жүргізу өте маңызды. Міне, құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымызда айтатын мәселелер осы. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Сау болыңыздар.